Сәлем достар, сіздермен бүгін мен пеште жасалынатын тауықтың маринатының керемет соусымен бөліскім келіп тұр. Бізге ол үшін ең алдымен 4 ас қасық майонезімізге паприкамызды қосамыз, 3 ас қасық және де 2 ас қасық сұйық май, кішкене тұз және лимон сығындысын қосып аламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз да тауығымызға жағатын боламыз. Маринатымызды тауыққа жақсылап жағып алғаннан кейін 30 минутқа қойып қоямыз маринад сіңу үшін. Және де кейін бетін фольгамен орап 180 градуста 1-1,5 сағат бойы пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пеште пісірілген тауығымыз осымен дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.